Егер сіз общий баняға барып, шлангыңызды салаңдатып, түр жалаңаш жүретін болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог-андролог PhD дәрігермін. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп алыңыздар. Осы видеоларды өткізіп алмас үшін төмендегі колокольчикке басып қойыңыз. Және видеолар ұнаған болса, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Егер сіз общественный баняларға апта сайын барып, тір жалаңаш жүретін болсаңыз, тір жалаңаш жүрудің ешқандай зияндығы жоқ деп ойлайтын болсаңыз, банядан ешқандай инфекция жұқпайды деп ойлайтын болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Ең біріншіден ол үлкен әдепсіздік. Себебі бізде әурет жер деген бар. Даже еркектер бір-бірінің әурет жерін көруге болмайды. Ол кіндіктен төмен тізеге дейінгі жерлерді негізі жабықтыру керек. Неге бұл жер әурет жер деп есептеледі? Алла тағала бұның бәрін біліп, осы проблемалар болады ғой деп осы жерді әурет жер қылып есептеді. Себебі қазіргі кезде көп жігіттер сол әурет жерлерін бір-бірлеріне қарап, өзінкімен салыстырып, өз-өздеріне үлкен проблема создавать етіп жатыр. Мүшесі үлкен жігіттерге қарап алады да, мүшенің бәрі сондай болу керек екен, менің мүшем кішкентай деп, өз-өзіне психологический проблема создавать етіп, сол үшін үйлене алмай жүрген жігіттер өте көп. Сол үшін негізі әурет жерді бір-біріне көрсетпеу керек. Мысалға айтайын, жас балалар, подростковый периодқа енді келген балалар бастапқы кезде өзінің мүшесі кішкентай екенін, өзінде проблема бар екенін олар түсіне алмайды біріншіден. Сол баняларға барған кезде бір-бірін көріп қойып, мынанікі кішкентай екен деп мазақтағаннан кейін бар, өзінде кішкентай екенін түсінеді да, қаншама ата-ана маған хабарласып жатқан кездер бар. Мен балам мектепке бармайын деп жатыр, басқа мектепке ауысқым келіп жатыр деп жатыр. Кейбір жігіттер маған хабарласады, менің үлкен проблемам ол достарым баняға шақырады, сол баняға бара алмай жатырмын. Себебі мен кішкентай деген сияқты өз-өздеріне психологический комплекс, психологический проблема тудырып жатыр. Оның бәрі неден? Бір-бірін әурет жерін қарағандықтан. Егер сол әурет жерлер жабық болып тұрған кезде, ондай психологический проблема болмайтын еді ғой. Ол өзінде проблема бар екенін де білмейтін еді. Жаңа әурет жерді ашық тұрған кезде, ол общий барлық отыратын жерге ойлаңыз да, сізде бәрі ашық тұр. Сіз ол жерге отырасыз, ол жерде сізден артық тесіктен неше түрлі дәрет шығады, ол жақта кишечный палочкалар бар, сіз ол жаққа келіп отырасыз, өз-өзіңізге, бір-бірлеріңізге оны жұқтырасыздар да. Сізде мысалы тері ауруы болған болса, ол су тиген кезде ол тері аурулары тез тарайды. Сол үшін хотя бы сізде іш киім болса, немесе әурет жерді жауып тұратын бір шорты болатын болса, ол сізді кішкене болса да қорғайды. Пока сіз ол шортыңызды шешіп тастағанша, ол ішіне өтем дегенше, сіз ол шортыңызды шешіп үлгересіз. Мен тура осы видеоны Инстаграмға қойған кезде көп оқырмандарым өкінішке орай сол іш киім сонда инфекциядан қорғайманы деген сияқты комментарийлер жазған екен. Сол кісілерге айтарым, міндетті түрде қорғайды. Біріншіден, екіншіден сіз ойлаңыз да, артқы тесігіңізді сіз егер дұрыс жумаған болсаңыз, сол жерге келіп отырасыз, басқа біреу келіп отыру неприятно емес па? Ішіңіздегі проблема сіздің ішіңізде қалады да, басқа біреуге оны таратпайсыз. Ұят емес па? Сіздің мысалы жап-жас болып барасыз, үлкен кісілер мысалы салаңдатып жүрген. Ол әдепсіздік қой. Сол үшін әурет жерімізді жауып үйренейік. Кейбір кісілер жазып жатыр комментарийға, ол жерде баняларда іш киіммен кіргізбейді деп. Кіргізбесе бармай қойыңыздар мүлде. Сосын көрейік, ол кісілер өздері реклама жасайтын болады сіздерге. Өздері сізге шорты беретін болады. Келіңіздерші, біз сіздерге әурет жеріңізді жабатын шорты береміз деп. Үзу керек ол жерге баруды. Сол кезде олар сізді өздері үйіңізден келіп алып кететін болады. Егер видео ұнаса, төмендегі колокольчикке басып қойыңыз. Егер осындай сияқты видеолар тұрақты шығып тұрған қаласаңыз, онда міндетті тіркеліп алыңыз. Және комментарийға келесі жолы қандай ақпараттар алғыларыңыз келетін, немесе мағлұматтар алғыларыңыз келетін жазып кетсеңіздер, сол ақпараттарды сіздерге беруге тырысатын боламыз.